8 миллионнан асып 3 тармаққа шығарған құрметті мәртебесі биік кәсіпкерлерді ортаға сіздердің қошаметпен шақырайық қанекей. Оразбаева Гүлназ дейді, Қисуова Ақжолтай дейді, Исағазы Нұрсия ханым дейді. Қошамет бар ма? Оразбаева Гүлнар қайсысы? Бір шапына құрық қойып, билеп келейік. Қисуова Ақжолтай дейді. Исағазы Нұрсия ханым дейді. Сатылымыз 8 миллионнан асып кеткен. 8 миллион теңгені бұл кісілер командасымен бір айда жауып отыр. Күшті ма? Қошамет. Бұл кісілерге компания мінекей. Гүлназ ханым жаңағы 100 мыңнан 3 жаңа группасымен арт-артынан 3 ай жатқандығы үшін, бір ай тоқтамай, арт-артынан 3 ай жатқандығы үшін мына бет көтеретін аппарат беріп отыр. Керемет. Алтын значок, алтын мына сырты алтын. Алтын значок. Тағы да алтын алқасы бар. Керемет. Ақжолтай ханым да арт-артынан 3 ай жатқандығыз үшін мінекей значоктар беріп отыр, бірге ұқсас подаркілері. Ал кімдер? Нұрсия ханым мен Қосымгүл ханым екеуі былтыр жауып тастады 100 мыңды. Алла бұйырса бұл кісілер 200 мыңның қадамын басып отыр. Енді 200 мыңға қарай қадам бастап отыр. Алла бұйырса 200 мыңның сыйлығы бұдан да 2 есе болады. Бұл кісілердің сыйлықтары өте керемет, соған көрсетпейін десем. Бұл кісілердің де жолын беріп, тезірек барлықтарыңызға да 200 мыңның жолын берсін. Подаркілеріңіз құтты болсын. Мына менің қолымдағы 98 мың теңгелік беттегі әжімді тататын аппарат. Жоқсы болсын. Бүгінгі сыйлықтарды барлықтарыңыздан да керемет. Бұл кісілердің әсерлері тіпті де керемет. Бәрекелді, рахмет. Неге беттеріңізде әжім жоқ десек, аппараттың бәрін өздеріңіз істеп жүргенсіздер ғой, бәсе. Рахмет. Ал енді бұл кісілерге берейік ендігі сөздің кезегін, өйткені мінекей еңбектің еңбек бар дейді. Шежірелі қарттардың шежіресінен алған сырымын, Мұқағалидың мұңлы сырымын, анамның ана тілімін, тілім барда дірімін, құлшылық еткен Құдайға, пендеңнің менде бірімін, Мұхаммедтің үмбеті, Құдайдың ғана құлымын деген қадірменді ағайындар, бұл кісілерден де әдеби тілектерін тыңдайық, баршаларыңыз құлақ асып отырсаңыздар. Сіздерді бүгінгі жылдық қорытынды жиналысымызда көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Керемет сезім, айта алмайын, жеткізе алмайын, қазір қобалжып тұрмын. Былтыр біз мына март айынан кеп бастап кеткен кезімізде әйтеуір Алланың қалауымен мінекей осындай жақсы дәрежеге жетіп отырмыз. Барлықтары бірінші Алланың арқасы, одан кейін екінші еңбек, үшінші мінекей команда. Осы отырған біздің командамыз, Аллаға шүкір, бұдан да үлкен биіктерге алар асуымыз үлкен болсын, биік болсын. Сондықтан барлықтарыңызда осындай дәрежеге жете аласыздар. Бұл мүмкін деп айтқым келеді. Сондықтан тойымыз құтты болсын. Енді мен де бірінші Аллаға рахметін айтқым келіп тұр, Аллаға шүкір. Мен сіздерге өткенде де офиста айтып жатырмын. Мен негізінде бастапқыда осы шетел саяхатына барамын деп мақсат қойдым. Сондай мақсат қойыңыздаршы. Сол кезде өзі автоматически команда да жиналады екен, ақша да келеді екен, бәрі дұрыс болады екен. Енді және айтқым келіп тұрғаны, біз Гүлзат ханым келген кезде айтып жатырмын ғой, осы жергілікті қазақтардан ешкім болған жоқ, бірақ өнім ұялмай сатасыздар. Өнімді сіздер алған адам рахметін айтып тұрып алады, иә? И тағы бір айтқым келгені, осы Гүлзат ханымға үлкен рахметімді айтқым келеді. Гүлзат ханым, сіздің еңбегіңіз өте зор, сондай сабырлы, сондай байсалды мінезімен бәрін үйіріп алады. Келген адамды ешкімді бөлмейді осы офиста. Гүлзат ханым, сізге мыңды бір рахмет. Расы керек, осы көмегіңе енді ризамыз. И бүгінгі тоже осы дастарханды ұйымдастырып, жалғыз өзі шапқылап, осының бәрін жасаған бір адамға оңай емес, қиын. Сол себептен просто тілегім, келесіде бәріміз бір жұмыла осыны көтерейік. Гүлзатқа үлкен рахмет айтып, қол шапалақтап қояйық.
бүгінгі мінекей жылдық қорытынды жиналысқа келіп отырсыздар. Міне біздің енді биылғы жылдық қорытындыда осындай керемет командамен жұмыс жасап жатырмыз. Былтырғы жылы біз жылдық қорытындыда енді ол кезде де керемет болған, бірақ енді биылғы жылы одан да керемет болып жатыр деймін. Барлығы сіздер сияқты кәсіптестердің арқасы. Сіздер де сондай биік дәрежеге шығыңыздар. Сіздердің де командаларыңыз көп болсын. Мына келіп жатқан қоян-жыл барлықтарыңызға береке бірлік алып келсін. Барлықтарыңыз бай болыңыздар, бақытты болыңыздар. Тағы да қош келдіңіздер, құрметті осында жиналған барша кәсіптестер. Бірінші Аллаға рахмет. Екінші біздің осы көшбасшымыз Гүлзат директорымызға әрі құрбым көп-көп рахмет. Ары қаратай осы мені қолдап қуаттап жүрген баршаңызға алғысым шексіз. Негізі бұл компанияны осы қазақ еліне Гүлзат мен Нұрзия үшеуміз болып алып келген едік. Енді осы 2 жылдың ішінде небір қиыншылықтарды, небір боран шапқындарды көре жүріп, мінекей ақырында өздеріңізбен мінекей көпті көрсе көл болады дейді ғой. Сіздердің де арқаларыңызда мінекей бүкіл Қазақстан шетінен танылып жатыр. Аллаға мың шүкір, баршаларыңызға көп-көп рахмет. Міне көктемде Дубай саяхатын ұтып алып едік. Мінекей енді Египет саяхаты, алда Еуропа, Грузия саяхат деп жатырмыз, Құдай қаласа. Менде енді шелектегі алда 2023 жылға жоспарым, Құдай қаласа, Малаудың ауылынан және бөлімше ашу. Адам алдыға мақсат қойса, армандар орындалады дейді ғой. Негізі мен де отбасындағы 2 жылдың алдында отбасында қарапайым ғана ана едім. Міне осы Infinitus әлемдік серіктігі отбасында ғана да кәсіпкер анаға айналдырды. Қазір менің бір күнде, бір уақытта, 1 минутта жататын уақытым жоқ. Әрбірден кейін бірінші Алланың, екінші өздеріңіздің, үшінші барлығымыздың еңбегіміздің, ашты теріміздің арқасы деп ойлаймын. Сіздерге де жұмысты болсын. Құдай қаласа шетелде бірге жүрейік, жақсылықта жүрейік, тойда жүрейік, гүлдей құлпырып. Кім десе Infinitus әлемдік серіктігінің тұрақты қызметкерлері, жауаптылары, директорлары дейтіндей дәрежелерге жетейікші, құрметті ағайындар, құрметті кәсіптестер. Қаласа армандар орындалады. Алда және шығатын биік шыңдарымыз. Көп-көп рахмет баршаңызға. Алла риза болсын. Сонымен бірге біздің мына ортамызда Сәуле ханым бір тосын сыйым бар деп отырған еді. Осы орайда бір ортаға шықсаңыз қане кейін. Айтпаймын тосын сый деп маған бір құлағыма сыбырлаған сияқты едіңіз. Кіші кәсіптестер, бүгінгі күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз аман. Мына 2023 келіп жатқан қоян жылы бәрімізге табыс пен береке әкелсін. Илайым осы басып жатқан 15.000 PV-дан жоғары мына жетекшілеріміз алтында. Осы кісілердің жолдары бәрімізге жұғысты болсын деп отыр. Осы шетел саяхатын барып көріп өз көзіммен қандай бір кереметті жаңағы дүниелерді көріп, өзім бүгінгі мынадай ортада толқып отырмын. Қариде өзімнің алтын жетекшім, бірге мінекей менің басы қасымда болып, жетпеген нәрселерімізді жеткізіп, әрине өзімнің әпкем әрі үлкен директорымыз алтында біздің сабырлы да салмақты, еш уақытта мойымайтын, қиыншылыққа жасымайтын, жалғыз өзі жүріп бір-бірімізді жетектеп, мінекей осы дәрежеге жеткізіп жатыр. Соның үшін алғысым бірінші Аллаға шексіз, екінші осы алтындай, осы 2 жетекшіме шексіз. Мен өзімнің ағайыннан алып келген алтын жалатқан күміс сақиналарым бар, табыс етейін, қабыл алыңыздар. Осы сақинаны дайындап отырып, қабыл алыңыздар. Мәңгі қолдарыңызда жүрсін жатқырақта. Көп-көп рахмет. Өздік қолдаушым, Алла риза болсын. Көп-көп рахмет. Салып жіберіңіз, қолдарына тағып жіберіңіздер. Қошемет ұрып қойыңыздар, алдарыңдар жетекшілеріне. Құтты болсын сыйлықтарыңыз. Бәрекелді, мінекей осындай еңбектеріңіздің жемісін жеп, осындай берекемен берекеде жүздесіп жүре берейік, қадірменді ағайындар. Рахмет баршаларыңызға. Енді дастархан басына қарай жайғассаңыздар, мынау ет дайын екен, суытпай ортаға алды.